мынау бүгін машинамның страховка ақшасын төлегем. Білесіздер ма қанша шыққан? 28 мың теңге шықты бір жылға. Не деген қымбат страховка деген. Өте қымбат, 28 мың теңге деген ше, масқара ғой. Сөйтіп 14 мың жарты ақшасын төледім, жарты жылға страховать еттік. Бұрын 3 мың теңге болатын, 5 мың теңге болатын. Мақұл, потолок 10 мың теңге да, потолок. Но не сұмдық 28 мың теңге деген. Сондықтан біздің осы үкімет, мәжіліс депутаттардан өтініш, қайта қарастырыңыздар. Депутаттар, біз сіздерді сайладық қой, осы жоғарыда 30-дар мәселелер көтерсеңіздер, ойлаңызшы, әр машина 28 мың, 30 мыңнан төлесінші. Менің жеңіл машина. Ол не деген ақша кетіп жатыр ана жаққа. Ішпей жемей. 28 мың теңге деген ол өте көп ақша негізі. Негізі страховка, потолок 5 мың теңге қойу керек болды. Керек емес сонша ақша төлеп. Шындығы ол 28 мың теңгені қандай еңбекпен табамыз ол ақшаны ше? Сондықтан біздің осы мәжіліс депутаттарынан заң қабылдайтын сіздер ғой, заңды бекітетін сіздер, ұсынатын сіздер. Осы жерде сөзбен емес, іспен көрсетсеңіздер деген өтініш болып тұр. Осыған жауапты депутаттарына, біздің билігі бар ағаларымыздан, апаларымыздан өтініш жасаймыз. Қайта қарастырыңыздар. Қазақстанда түсінемін да, 20 машина, 30 ақ машина болса, оны емес ғой, бәленбай миллион машина жүрген шығар Қазақстан бойынша. Ойлаңыз, әрқайсысы страховка төлеп жатыр. Қанша ақша түсіп жатыр. Соны ретке келтірсеңіздер, сол 5 мың теңге негізінде әдемі баға страховка.